SMC стратегиясы 4-ші сабақ. Бұл сабақта біздер mitigation, яғни зоналардың қаншалықты дәрежеде істеп беруі хақында үйренеміз. Онан кейін болса supply һәм demand зоналары базарды қайсы бірі басқарып тұрғанлығы хақында үйреніп өтеміз. Яғни соны кім басқарып тұрғанлығын анықтауды ізбез тәртіпте үйреніп өтеміз. Демек, mitigationнен бастайық. Mitigation бұл зоналардың істеп бергенлігі һәм істеп бермегенлігі, яғни бағаның базар бағасының сол supply емесі demand зонаға қайтып келуі. Mitigation сөзі инглиз тіліндегі жұмсату емесі дәрежені кемейттіру сөзінен алынған. Mitigationның SMC стратегиясындағы мәнісі болса, базар бағасының сол зонаға қайтып келуі деген мәністі білдіреді. Зонаға қайтып келген болса, яғни бір мәрте қайтып келген болса, ол mitigated зона деп аталады. Ал қайтып келмеген болса, базар бағасы сол зонаға қайтып келмеген болса, unmitigated зона деп аталады. Мәселен, бірінші аптрендтегі көрінісінде demand зонаның істеп бергенлігін көріп шығайық. Бірінші demand зонамызда базар бағасы қайтып келген һәм реакциямен жоғары қарай көтеріліп кеткен. Mitigated, яғни бұл бір мәрте істеп берген. Екінші мысалда базар бағасы және қайтып келген һәм және істеп берген. Үшінші demand зонамызға болса, базар бағасы көтерілген һәм қайтып келмеген. Демек, бұл unmitigated, яғни істеп беру дәрежесі жоғары болған зона болып қалады. Демек, базар бағасы бұл зоналарға қайтып келгенде, мәселен, мына зонаға қайтып келгенде, бұл зонадан қайтып кету ықтималдығы дерлік жоқ. Жүді төмен процентте. Әрбір зона тек қана бір мәрте mitigate болады. Яғни бір мәрте барып келіп, оны реакция алынады. Ал екінші мәрте барғанда болса, ол зонадан реакция күтпеуіміз керек. Яғни екінші мәрте келгенде істеп бермейді. Бұл қолап қуатлау емесі қарсылық зоналары сияқты қайта-қайта істеп беретін зона емес. Тек қана импульсив әрекет нәтижесінде пайда болған зона есептелінеді. Ал бұл зонамыз болса, еле істеп береді, базар бағасы қайтып келгенде. Осы жерде өзіңізге қағида етіп алың, және бір қағида қылып қосың supply demand зонасына. Егерде базарда екі demand зонасы болса, һәм олар бір-біріне дерлік жақын болған болса, жоғарысындағысының істеп беру ықтималдығы жүті төмен есептелінеді. Біздер бұл жерден емес, төмендегісінен саудаға кіруіміз керек. Supply зонасында да тап сондай. Егер бір-біріне жақын болса зоналар, төмендегісінің істеп беру ықтималдығы пәс болады, жоғарысындағысынан кіреміз саудаға. Бұл жерде егер базар бағасы қайтып келсе, бұнdan жүдә кішкене реакция беруі мүмкін, һәм сіздің стоп лоссыңызды алып кетеді. Кейін бұл зонадан келіп жоғары қарай көтеріліп кетеді. Енді базар бағасы соған қайтып келгенінде, бұл mitigated зонаға айналады, һәм бұл зона бір рет істеп бергеннен соң, онан кейін істеп беру ықтималдығы жүдә пәс болады. Істеп бермейді десек те болады. Бұл жерде бірінші зонамызға базар бағасы көтеріліп барып қайтқан һәм содан төмен қарай түсіп кеткен. Екінші зонаға да тап сондай. Ал үшінші зонаға келгенде болса, базар бағасы келмеген һәм төмен түсіп кеткен. Дәслепкі екі зонамыз mitigated зона, яғни бір мәрте тест қылынған, істеп берген, енді істеп беру дәрежесі пәс болған зона есептелінеді. Ал бұл зона болса, үшінші зонамыз unmitigated, базар бағасы еле оған қайтып келмеген. Демек, бұл зонамыз еле актуал һәм істеп беру дәрежесі жоғары зона есептелінеді һәм солай қаралады. Бұл зонада істеп береді, бірақ енді бұны кішкентай таймфреймде қарауымыз керек, себебі базар бағасы бұған қайтып келгенде жүдә кішкене әрекет етіп беру мүмкін, реакция беру мүмкін, кейін бәрібір бұзып өтіп, бұл зонадан қайтып кетеді. Яғни қағида бойынша, егерде екі зона бір-біріне жақын болса, supplyда оның төмендегісінің істеп беру ықтималдығы төмен болады. Жоғарысындағысының істеп беру ықтималдығы жоғарырақ. Сол себеплі реал базарда сондай екі зона бірден келіп қалған болса, сіз жоғарысындағысын алуыңыз керек supplyда. Demandта төмендегісін алуыңыз керек. Егер екеуі бірден келіп қалған болса, һәм аралығы бір-біріне жүдә жақын болған болса. Келесі сіздерге үйретпекші болған тема бұл базарды кімдер басқарып тұрды, яғни базар кімнің контролы астында, demand зонаның ба, ямасы supply зонаның ба.
сол хақында үйретіп өтемін. Бұл жерде базар даунтрендте еді һәм базар supply зонаның контролы астында еді. Егер базар даунтрендте болса, supply зонаны іздеуіміз керек һәм sell үшін тасдиқлар іздеуіміз керек. Базар бұл жерге келгенде бірінші supply зонамыз, яғни бұл бірінші supply зона, екінші supply зонамызға келгенде базар оны менсінбеді, яғни hürmet етпестен оны бұзып кетті. Ең ақырғы supply зона бұзылуы менен базар структурасы бұзылады, яғни бұл жерде шок пайда болады. Change of character. Бұл пайда болғаннан соң біздер тек қана demand зоналарға сүйенуіміз керек, енді supply зонаға емес. Қашан осы ең бірінші актуал болған зонамыз бұзыламан дегенше supply зона пайда етеді, біздер саудаға кіреміз. Екіншісінде де тап сондай. Біздер осы жерде саудаға кіргенімізде, мәселен, бұл жерде саудаға кірген болсақ, стоп-лоссты төменірек қоямыз һәм supply зонаға дейін біздер сауданы ұстап тұруымыз мүмкін. Әлбетте без убытка қойып. Және бір қағиданы дәптеріңізге жазып алың. Supply һәм demand зоналары тек қана саудаға кіру зоналары ретінде емес, біздердің take profit зоналарымыз ретінде де істеп береді. Мәселен, ең төменгі зонадағы demand зонадан біздер саудаға кірсек, біздердің take profit зонамыз ең актуал болған жоғарыдағы supply зона болады. Демек, біздер demand зонадан саудаға кірсек, ең бірінші, яғни біздерге ең жақын болған supply зонаға шекем саудамызды ұстап тұруымыз мүмкін. Базар біздерге қарама-қарсы жүруіне қауіп жоқ деген сөзді білдіреді. Бұл жерде де supply зонасы пайда болып қалуы мүмкін ғой, бұл жерде де supply зонасы пайда болып қалуы мүмкін деген сұраулар туылады сіздерде. Егер ойланып қарасаңыз, мәселен, бұл жерде supply зона пайда болса, саудаға кіргенімізден соң біздер сол supply зонаға шекем сауданы ұстап тұрамыз. Бұл жерге келгенде ең актуал зона, яғни идеал тәрізде көрініп тұрған импульсив әрекет бар, һәм өзінен алдыңғы минимумды жаңалаған supply зона болса, біздер осыған шекем сауданы ұстап тұруымыз мүмкін. Һәм егер ұстап тұру ниетіңіз болса, осы жерге келгенде сіздер без убыткаға аласыз. Supply зонаға шекем сауданы ұстап тұруыңыз мүмкін. Без убыткаға алуыңыз шарт, себебі supply зона бар еді. Без убытканы жоғары қарай көтеріп бару қағидалары да бар. Мәселен, сіз осы жерге келгенде без убыткаға қойдыңыз, себебі supply зона бар еді. Себебі сіздер жоғарғы supply зонаға шекем саудаңызды, сделкаңызды ұстап тұруды қалайсыз. Бұл жерге келгенде сіз без убытканы кірген жеріңізге қоясыз. Ал екінші, базар бағасы бұны респект етпестен, яғни hürmet етпестен жоғары қарай бұзып өтті һәм төменге қарай қайтып келді. Бұл зонаға қайтып бармастан. Сіздің без убыткаңыз бұл жерде, бірақ оған қайтпады. Һәм бұл жерде көріп тұрғаныңыздай demand зона бар. Demand зонадан істеп берді һәм жоғары қарай көтерілді. Бұл жерде және supply зона болуы мүмкін һәм ол supply зонадан реакция алып төменге қарай түспекші. Енді сіз ең ақырғы demand зона істеп бергенде, мәселен, сіз бірінші demand зонадан кірген едіңіз һәм бұл жерге барғанда без убытканы қойдыңыз. Енді бұл demand зона істеп берді, екінші мәрте істеп берді. Енді сіздің без убыткаңыз осы demand зонаның жоғарысында болуы керек. Осы себебі mitigated зона есептелінеді. Бір мәрте істеп берді, енді оған қайтсақ жоғары қарай көтеріп жіберетін күші жоқ деген сөз. Һәм без убытканы 1:1 risk reward ratio менен жоғарыраққа қоясыз. Һәм базар жоғары қарай көтерілгенде сіздің take profitіңізді алады һәм осы жерде сіз базардан шығасыз. Осы жерде supply зонаға келгенде сіздер ітбарменен базарды көруіңіз керек, күзетуіңіз керек. Базар осы supply зонаны hürmet етсе һәм реакцияға төменге қарай алса, кейінгі demand зонаға шекем түсіп кету ықтималдығы бар деген сөз. Supply зонаға келді, енді мен sell үшін әрекет етуім керек, sellға сделка ашуым керек деп бірден саудаға кірмеуіміз керек. Базар азғана реакция бергеннен соң, екінші мәрте ол жерге және қайтып келеді, ол 100%. Осы жерден имбаланс емаса, қандай да бір ордер блокты тауып, емаса Fibonacci арқалы кіріп алсаңыз болады. Бірақ бірінші ретест етуін күтуіңіз керек. Егер осындай қылып
реакция беріп төменге қарай аз ғана түсіп берсе, демек бұл зона еле істеп береді деген сөз. Базар сатушылар, яғни supply зонаның контролы астында. Ал бұл жердегі мысалларда болса, ең бірінші supply зона бұзылғаннан кейін demand зонаның контролы астында еді. Қашан осы supply зонаға шекен базар бағасы келемен дегенше. Базар бағасы реакция беріп төменге қарай сәл түсті ме, осы жерден енді ордер блок емаса имбаланс тауып, осы жерден саудаға кіріп алуымыз керек. Һәм бұл жерлерден demand зоналарды іздейсіз. Безубитка үшін ең күшлі актуал болған demand зонаға take profit зонаңызды қойып күтуіңіз мүмкін. Бұнан басқа екінші мысалда базар бағасы бұны респект етпестен, хүрмет етпестен жоғары қарай бұзылып кетсе, енді базар бағасы базардың demand зоналардың, яғни сатып алушылардың қолында, яғни байға кіріп отырғанлардың қолында екенлігінен біздерге дерек береді. Біздер бұл жағдайда тек қана demand зоналарға сүйенген халда базарға кіруіміз керек. Supply зоналар енді істеп бермейді. Қашан осы demand зонаның ең ақырғы demand зона бұзыламан дегенше. Біздер бұл жерден бұл unmitigated, еле базар бағасы қайтып келгені жоқ. Сол себеплі осыған қайтуын күтуіміз де мүмкін. Ямаса бұл жерден demand зона тауып, жоғарыдағы supply зоналарды take profit зоналары ретінде алып, біздер бұл жерден саудаға кіруіміз мүмкін. Себебі supply зона бұзылды, хүрмет етілмеді. Енді базар demand зонаның қолында. Базарда тап осылай зоналардың бұзылуы, бұзылмауына қарап, mitigated немесе unmitigated болуына қарап, базардың кімнің қолында екенлігін анықтау мүмкін. Егер базарда supply зона контрол қылып отырған болса, біздер тек қана селға сделкаларды ашамыз, байға асықпаймыз. Ал базарда demand зона жақсы істеп беріп отырған һәм өзін контрол қылып отырған болса, біздер тек қана байға сделка ашамыз, қашан ең ақырғы supply зона бұзыламан дегенше. Бұны бір қағида етіп алуыңыз мүмкін өзіңізге. Бұны енді реал базарда көріп өтейік. 15 минутлық таймфреймге қойып өздеріңізді көріп алуыңыз мүмкін. Настақта 6 август күні, яғни 3-ші күні болып өткен жағдай. Базар бағасы төменге қарай түсіп келмек те, бағанағы мысалымызға көре, һәм осы жерде supply зона пайда етті. Ең ақырғы supply зона бұзылып өтілді, яғни респект етілмеді. Енді біздер бай үшін тасдиқларды іздеуіміз керек. Біздерге бұл жерде зона беріп кеткен екен, demand unmitigated demand зона. Біздер соны күтуіміз керек еді, бірақ бұл жерде имбаланс пайда еткен, импульсив әрекет жоғары қарай, бұл жерден біздер demand зона тартуымыз мүмкін. Яғни біздерге demand зона беріп кеткен. Осы жерге саудаға кіреміз, һәм біздердің take profit зонамыз ең актуал болған supply зона болады. Базарға осы жерде кірген болар едік. Бағана үйретіп өткенімдей, базарда енді безубитка қойымыз үшін қайсыдыр зоналар керек еді. Бұл жерде supply зонасын пайда еткен. Біздер бұл жерге келгенде безубиткаға алған болар едік, һәм сделкамыз қашан осы supply зонасында келемен дегенше күткен болар едік. Take profit'ымыз алынғаннан соң, осы supply зонаның істеп беруін, яғни реакция беруін күтеміз. Егер төменге қарай реакция бермесе, біздер болды. Осы зона бұзылуы менен аптрендке, яғни байға саудаға кіруге себеплер іздеуіміз керек. Біздердегі ең актуал зона бұл demand зона еді. Бұған қайту ықтималдығы жоқ, себебі аралық жүдә үлкен көріп тұрыпсыз. 300 пипсті әрекет. 300 пипс төменге түсіп берумен дегенше бұл supply'дың контрол астына өтіп кетеді. Демек, қазір demand зонаның контрол астында кезінде біздер саудаға кіріп алуымыз керек. Һәм бұл жерде имбаланс пайда етті. Өзінен алдыңғы шамнан demand зонаны тарттық, һәм бұл жерде саудаға кірген болар едік. Һәм идеал тәрізді істеп берді. Безубитканы қалай қою керек, саудаға қай жерде кіру керек екенлігін үйреніп өттіңіз бұл сабақта.
Бұл жерде қалай қайтқан болуы мүмкін деген сұрау да туылады сізде. Үлкенірек таймфреймге қарасақ, базардың деманд зонаның контрол астында екенлігін көреміз. Кіші таймфреймде supply зонаның контрол астында болса да, бірақ деманд зонаның контролы астында еді базар. Қашан осы supply зона бұзыламан дегенше. Мәселен, бұл жерде импульсив әрекет еткен, осы импульсив әрекеттен алдыңғы шамнан тартық зонаны һәм көріп тұрғаныңыздай бұл жерде идеал тәрізде ұшыменен келіп реакция алған һәм кеткен базар. Сода істеп отырғаныңызда тап сондай жүдә әтварлылықпенен қараң, кіші таймфреймлердегі, үлкен таймфреймлердегі supply деманд зоналарына һәм ол зоналардың һәм базардың қайсы зоналар контрол етіп отырғанлығына қараң, һәм сол контрол етіп отырған зоналардың жөнелісі менен, яғни тренд бойынша саудаға кірің. Мәселен, supplyдың контролында болса селге, демандтың контролында болса buy үшін сделкалар ашамыз.